Қандай қызық ситуациялар болды? Енді қазақшаға 0 ғой ол кезде. Қазақша 0. 0. Біздің еліміздегі бар болашақ бағдарламасының алғашқы жеңімпаздарының бірі өзіңсің, Данияр. Өзім арманым болатын шетелге бару. Ең негізгі жалпы оқу емес, шетел көру болатын. Неге бизнес? Неге бизнеске келдің? Ол шын мәнінде енді бізге өте үлкен соққы болды. Осы фитнес-блицтің қандай бизнес екендігін түсіндіріп нүкте қоятын сәті ме деп ойлаймын. Шабан атты өңкей тұлпардың арасында тығып жіберсең ұялғаннан шауып кетеді ғой, сондай сияқты болдық енді соны. Күн жақсы ма ағайын? Бізде әдеттегідей әңгіме. Әңгімелесіп отырып, біз сіздердің өмірлеріңізге өзімізше бір әсер беретін тақырыптарды талқылағымыз келеді. Бұл бір ресми, кәсіби журналистердің сұхбаты, подкаст емес. Бірақ дегенмен де осы әңгімелерден сіздер әсер алды деген сеніміміз мол. Бүгінгі әңгіменің қонағы, бүгінгі әңгіменің иесі өзімнің қанша жылдардан бері, бала күнінен бері танитын азаматым, Данияр деген азамат. Азаматпен әңгімелесуді қалаған, таңдаған себебіміз Даниярдың тұла бойында қазақ баласына, қазақтың болашаққа қараған әрбір ұл қызына таңдап алар, сыртынан қарап сүйсінер сәттері молынан. Неге десеңіз, Данияр қазіргі таңда салауатты өмір салтын қалыптастыратын бизнесті жасап жүрген азаматтардың бірі. Фитнес-блиц желісін көп адам білетін шығар деп ойлаймын. Қазақстанның әрбір түкпірінде бар керемет салауатты өмір салтын қалыптастыратын бизнестің түрі. Сонымен қатар ол азамат екеуміз бір мектепте оқып, бір мектептің түлегіміз, ұяласпыз. Неге? Себебі бір ұядан ұшып шыққан азаматтармыз. Ұялас деп күшіктерді ит айтады деп бізді сөкпеңіздер. Сонымен қатар Даниярдың тұла бойында тілге деген құштарлық, тіл үйрену бағытындағы ерекше бір дарыны бар. Қазіргі таңда тұла бойында 7 тілді жетік меңгерген ерекше қабілет бар. Тіл үйрену процесі өте қиын. Бұл тіл үйрену процесін айта отырып, ағылшын, Қытай, басқа тілдері өз алдына өзіміздің тілді үйренуде не істегендігін көреміз. Ал оған түрткі болған біз оқыған қара шаңырақ қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын мектеп-интернат. Интернатта оқып қара нан жеген баламыз. Данияр, қош келдің. Рахмет. Бүгінгі әңгімеге. Енді осы тақырыптарды тарқату үшін менің ойымша бірінші сұрақ, қалада туып, қалада өскен, орысша тілі шыққан десем артық болмайтын шығар. 7-ші сыныпты аяқтаған кезде қазақ тілінде нан сұрап жейтін қазақ тілі болды ма, болмады ма үлкен күмән. Себебі біздің білетініміз, Данияр мектепке келген кезде қазақ тілінде шорқақ болған, тіпті біздің есімізде қалған мықты ұстаздарымыздың бірі Сейфулла ағайдың өзі өзіңді орыс бала деп атайтын. Мектепке қалай келдің, неге келдің, қандай қызықтар болды? Ол енді 2-ші мектеп-интернатқа түсуім 13 жасымда, осыдан 31 жыл бұрын болыпты. Өмірімнің ең бірінші сәтті стратегиялық шешімім болып табылады. Кім қабылдады шешімді? Ол енді былай болды ғой, мен Алматыда туып өстім. Оның алдында асфальтный бала деп айтсақ бола ма? Олай да айтуға болады, асфальтный. Соны балабақша, мектептің алғашқы 7 классы бәрі орысша болатын. Таза, жаңағы орысша ортада қалыптастым. Енді әке-шешем қазақ болғанмен де шешем Шығыс Қазақстанның Өскеменнің Таврический деген жердің тумасы. Ол жақта білесің бәрі орысша. Шешем де осы Алматыға келіп ақырындап сол қазақ тілін үйрене бастаған. Шығыста да қазақ тілінің ол кезде шалқып тұрған шамал десек. Қате емес пе? Рас. Сол енді мынау Алматы қаласындағы 73-ші мектепте оқығам. Таза орыс мектебі. Утепова Гагарина жақта. Классымызда 2 қазақпыз. Қалған сол нағыз соны
интернационал класс болатын. Кәрістер, немістер, еврейлер, орыс, белорус, украин, әйтеуір бәрі болды. Сол енді 91 жылы кеңес өкіметі ыдырап, ақырындап жаңағы кететіндер кете бастады. Израильге, біреу жаңағы Германияға, қалған Ресейге. Соны енді жақсы оқитын балалар ақырындап кете бастады. Соны енді 5-ші класстан кейін мамам сұраған, қазақшаға барасың ба? Жоқ дедім. Неге? Енді кішкене өзім үйренген мектебім, достарым бар деген сияқты. 6-ші класстан кейін орыс мектебі. 6-ші класстан кейін де бір қолға салғанда о кезде де бас тарттым. Қорқтым мен шын айтқанда. Не ол қазақ мектебі қалай болады? Қорқыныш қалай болды сонда? Енді қазақшаға 0-мын ғой о кезде енді. Қазақша 0. 0. 6-шы сыныптың баласы. 6-шы. Қазақша білмейді деп айтса болады. Иә. Керемет. Қазір қалай сөйлеп отырсың? Ол енді 2-ші мектеп интернаттың арқасы ғой. Сол 7-ші класстан кейін сол жазда өзім сұрадым. Уже біраз отличник деген жақсы сабақты жақсы оқитын балалар бәрі кете бастады. Біреу айтып отырмын, шетелге үздіктер азайды. жаққа кетіп қалды. Сосын о кезде нағыз енді ең бірінші сол неше түрлі гимназия, лицей ашыла бастады. Соның ақырындап сол жақсы оқитындар кете бастады. Өңкей сотқар бұзық балалар қала бастағаннан кейін өзім сол сұрандым басқа мектепке көшейінші деп. Сосын әйтеуір әңгіме ұмытылды ма білмеймін, бірақ жаздың бір тамыздың бір басында шешем оятады, жүр қазақ мектебіне емтихан болып жатыр, соған тапсырайық деп. Аяқ астынан? Аяқ асты. Ешқандай дайындық жоқ. Соны 2-ші мектеп интернатқа бардық. Емтихан науқаны, бүкіл жан жақтан, бүкіл республикадан келген балалар. Ол кезде көшенің аты Ленин бет, Достық бет. Ленин көшесі ол кезде, иә? Ленин. 93 жыл. Сол. Және ол мектептің директоры Мақсұт Оразай, марқұм ағайымыз. Ол кезінде мен мамам ғылым министрлігінің қарамағында Ыбырай Алтынсарин атындағы ғылыми зерттеу институтында жұмыс жасаған. Сол Мақсұт Оразай 1-2 жыл шешемнің қол астында жұмыс істеген болады. Сосын әйтеуір сол мектепке директор болды. Соған кішкене административтік сондай бір фактор болды енді шын айтқанда. Сол енді емтиханнан өттім. Емтихан болғанда енді домбыра тартудан өттім. Ғали апайың бар, Ақылова Айнагүл, ол да марқұм болып кетті енді өкінішке қарай. Мектептің директоры өзі бар, мамам отыр, домбырамен бірдеңе айтып тастадым, ол 5 болды енді. Ағылшын тілі, орыс тілі бәрі 5, физкультураны тапсырдым, ол да жақсы. Сол ең қиналғаным енді мазмұндама. Қазақ тілінде? Әлі есімде бар ғой, 93 жыл сол. Неге класста отырмыз, толған балалар жаңағы. Өзің білесің кім, Гүлбану апай. Мазмұндаманы алған сол кісі болады. Абай жолынан үзінді оққан. Ұзақ. Барлас ақынның Абайдың ауылына қонаққа келген. Мен дым білмеймін ғой енді. Оқып жатыр, мен дым түсініп жатқан Барласы, кто такой Барлас, мен адамның аты екенін кейіннен ғана білдім ғой. Барлас деген что такое деп отырмын. Айналама қараймын, жаңағы ол кезде кейіннен класстастан болған Алдан Жылгелдин, сосын кім бар жаңағы Ғабит Сүйіндіков, Жасұлан, толған балалар. Олар бұрқырап жазып жатыр, бір парағын аяқтап, аударып, екіншісін жазып жатыр. Мен әйтеуір әрең дегенде бір жолын жаздым ба, жазбадым ба, содан общем сол мазмұндамадан енді құламақ түгіл омақ астым мен. Бірақ соған кімнің, сол Мақсұт Оразайдың жеке шешіммен балаңды қазақ қыламыз деп жаңағы сол 2-ші мектепке ұмтылысы ма, уәдесі ма? Енді уәдесі десек те болады. Үлкен жауапкершілік болды. Өйткені негізі мені басында шешем қаладағы 159 ба 12-ші мектепке бермек болатын. Сонда министерстводағы апайлар
үлкен апайлар айтты сол не қазақ қылғың келсе сол жаққа бар деді ғой. Бәрібір ана енді сабақ қазақша болғанмен де үзілісте бәрі қаланың балалары орысша сөйлейді. Қазақ болып шықпайды балаң. Балаңды қазақ қылғың келсе, ана Оразали мектебіне бер деп сол негізі ақыл айтқан солар болады негізі. Сөйтіп сол мектепке түстім. Енді солды алғашқы жарты жыл қатты қиналдым, бірақ интернатта тұрдым. Нағыз ауылдың балаларының арасында. Қандай қызық ситуациялар болды? Шабан атты өңкей тұлпардың арасында тығып жіберсең ұялғаннан шауып кетеді ғой, сондай сияқты болдық енді соны. Ең қиналғаным сол бірінші 90. Ол кезде енді химия енді басталып жатыр. Физика бар, математика. Сол абырой болғанда ол кезде енді оқулықтардың бәрі екі тілде бар. Тікелей Союздың оқулықтарына аударылған оқулықтар, химиясы бар, биологиясы бар, бәрі бірдей. Беттерді, ішіндегі суреттермен бәрі бірдей. Соны шешем бір стопка орысша, тура сондай бір стопка қазақша оқулықтарды алып келген. Соны мен ең бірінші орысшасын оқып алым, түсініп алып. Негізі мазмұнын түсініп алу үшін. Сосын артынша қазақшасын оқимын. Сөйтіп үйрендік. Енді бұл өте қиын процесс болғанын мен сезіп тұрмын. Себебі енді біз қазақ тілінде тіліміз шығып, қазақша қалыптасқан азамат болғаннан кейін өміріміздің барысында орыс тілінде білім алған сәттеріміз болды. Сол кезде жылап жүріп, басқа студенттердің қасында сен бірнеше есе артық жұмыс істеп дайындықты талап ететін сәттерді көргенбіз. Енді қазіргі ағылшын тіліндегі оқудың өзі де қыртындасақ та жылағымызды келтіретін дүние. Гарвардта күнделікті өмірі, күнделікті күйбеңділігі ағылшын тілінде болған адамдарға сабаққа дайындалу, тапсырманы орындау бізбен салыстырғанда бірнеше есе жеңіл. Ал біз үшін, жаңа өзің айтпақшы дәке, бірінші мазмұнын түсіну керек. Одан кейін сұрақтарға жауап беру керек, дайындық жасау керек. Енді біраз уақыттан бері менің айтып жүрген өзімнің жеке субъективті позициям, әр қазақтың қазақша сөйлеуіне әсерін тигізетін, қолғабыс болатын бірінші фактор ол әр азамат пен азаматшаның анасы. Анасының шешімі, анасының таңдауы, анасының жасаған істері баласының қазақ тілде сөйлеуіне. Дәл осы сәтте қазір көріп отырсыздар, Даниярдың қазақ тілінде қалай емін-еркін осып тұрып, өз пікірін, өз ойын жеткізіп отырғандығын, бұндай сәттер көптеген азаматтар үшін арман. Себебі орыс тілді азаматтармен де көп сөйлесеміз. Дәл Даниярдың деңгейінде қазақ тілінде сөйлейтін азаматтар кемдеген. Сол үшін анамызға құрметіміз ерекше. Ал енді осы процесті түсінетін, орыс тілді біздің азаматтардың, мемлекетіміздің азаматтарының лагерінде болған адам ретінде, одан кейін қазақ тілін жетік үйреніп, қазақ ауылында өскен балаларды шатыстырып, тілдің әсемдігімен ұялтатын деңгейге жете алып тұрған кезде. Сонымен қатар әлемдік қазақ тілін қосқанда жеті тілді жете меңгерген азамат ретінде қазіргі таңдағы қазақ тілінің жағдайы қалай? Қазақша білмейтін азаматтардың көңіл күйі қалай? Сол туралы сөйлессек қалай болады? Енді ол үлкен трагедия. Кім үшін? Жалпы алғанда, жалпы ұлтымыз үшін. Бір тойда отырған кезде, бір тост сөйлеген кезде қазақшаға шорқақтау бір бауырларымыз шығып, тілдері келмей, а можно я на русском деп ары қарай орысша жалғасып кетеді. Кейбіреулер күледі, кейбіреулер намыстанады. Ал енді мен бұл жағдайда бір біздің халқымыздың 20 ғасырдағы бір өте қасіретті тарихымыздың бейнесін көріп жатқан сияқтымын. Бір кескіні бар сияқты сол мәселеде. Өйткені тіл үйрену өте қиын. Өте қиын процесс. Өйткені енді былай енді
былай ойлап қарасақ, қазіргі таңда қазақ тілін білетіндердің басым көпшілігі енді 95-98% десек те болады. Қазақ тілін білуге ешқандай күш салған жоқ қой. Туғаннан біледі. Туғаннан, яғни таза қазақи ортада дүниеге келіп, таза қазақи ортада тәлім алып өскен. Яғни қазақ тілін білуге аса бір қатты еңбек жұмсаған жоқ та. Энергия, ресурс жұмсаған жоқ. Вот мен жұмсадым. Мен білемді қаншалықты қиын екенін ше. Тілді үйренеді. Сондықтан былай неге үйренбейді деген айта салу енді оңай. Ал оның артында қанша жаңағы еңбек жатыр, жігер керек, табандылық, намыс та керек. Жаңағы ұялмай, мысалы, мен енді қазақ болуымның бір үлкен факторы мына екінші мектеп интернат. Енді осы сәтті пайдаланып бәріне, бүкіл класстастарыма, ағай апайларыма үлкен алғыс айтып басымды игім келіп тұр. Өйткені енді шын айтқанда ешкім бетімнен қаққан жоқ, ешкім күлген жоқ. Бірақ мен де өзім ұялмай сөйлей беретінмін ше. Енді аз-маз біріншіден енді тілге бір қабілетіміз бар шығар, біріншіден, екіншіден ол кезде жасым 13-те. Мысалы, бір уақыт өткізіп алып, бір 20-25-те кіріссек қиын болады. Кіріссем қазіргі деңгейде үйренім екі талай. Үлкен емес демеймін, бірақ енді өте қиын. Енді 13 жас дегенде былай бәрін сіңіріп алатын сәт қой. Адамның тұлғасының жаңа қалыптасатын кезеңі ғой. Енді одан өтіп кетіп, қаншамасы өтіп кетіп жүр ғой, мысалы, ары қарай жаңағы енді тұрмыстық деңгейде үйренуге болады шығар, ал былай абай жолын оқитындай дәрежеде тілді меңгеру қанында болса да, жаңа генінде болса да өте қиын. Енді әркімнің несі бар. Қандай қазір ситуация бар қазақ тілін білмейтін адамдардың арасында? Білмейді. Сосын бірақ ұялады. Білмеген үшін. Енді арасында бір жаңағы пофигит бетпақтар бар шығар, бірақ енді басым көпшілігі мен сезіп жүрмін ғой. Қанша дегенмен ұялады. Ал оның үстінен біздікілер тағы жаңағы мәңгүрт шала қазақ, жаңағы орыс құл деп жаңағы одан сайын нетеді, қиындатады. Керісінше бері тартудың орнына, молодец, тілін келмесе де сөйлей бер, дұрыс болды деп жаңағы арқа беріп қойдың орнына өкінішке қарай сондай бір бетін қайтаратын жағдайлар аз емес. Ол енді ар жағынан ол деген ол ұят кейбір кезде агрессияға ұласып кетеді. Енді бәрі түртіп жүрсе, қойшы болсын. Бетіңе баса берсе, ертең ашуын келдіреді ол ситуация. Не істейміз оларға? Енді сол бәрін ойлап, сараптап, ойлай келе түйгенім, осы сенің соңғы кездері айтып жүргенің, осы балаларды, ең болмаса балаларды қазақша үйретсек деген бастамаң осы дұрыс сияқты. Өйткені аналардан енді қайыры жоқ. Үміт аздау. Үміт аздау, енді мүмкін емес демеймін, енді күн аптасына 2 рет кемінде бір сағаттан жұмсаса, ертегіден бастап, ары қарай шағын повестерін, ары қарай жағы романдарды оқып, жағы тиісті ортада, қазақи ортада жүрсе, 1-2 жылда бір енді керемет болмаса да біраз деңгейге жеткізіп алуға болады, бірақ ондай жігер көп адамда жоқ. Сүмкесін жинап 2 рет фитнес-клубқа өзінің жағы денсаулығы үшін келе алмай жүрсе, енді тіл оқу деген әркімнің тіршілігі бар, бала шағасы бар, басқасы бар. Сол неге үйренбейді? 30 жыл болды ғой деп айта салу енді оңай, бірақ іске келгенде оны жүзеге асыру өте қиын. Сондықтан сол балаларға басымдық берген дұрыс шығар деп ойлаймыз. Контент түзелсе, қазір енді мына екінші қызым, мысалы, сенің де кенже қызың орысшаға жақындау. Контенттің басым бөлігі орысша. Жоқ, енді контент дегенде біз қол қусырып ата-ана ретінде отыра беретін болса, онда олардың тілге қайырылуы мүлдем қиын болады. Контентпен қазір күресу қиын. Оған тіпті мемлекеттің күші жетпейтіндей көзіме жетеді. Солай ғой. Біз қазақимыз ғой.
біз өзіміз қазақи болғанмен болса да балаларымыз міне шүлдірлеп жүр. Мысалы орысша анасынан деп тұрсың ғой, қанша аналар бар мысалы. Анасы мен әкесінен. Әкесінен, ата-анасынан. Иә. Бұл жерде мынандай дүние. Жарайды, контент мазмұн арқылы баланың тілі сол тілде шығып жатыр. Иә. Бірақ та ол балаға бәрібірде әке шешесімен қарым-қатынасқа, контактқа түсу керек. Су сұрап ішеді, нан сұрап жейді, кәмпит сұрап жейді, қай тілде сұрайды. Сол сұраған тілде біз оны түсініп, сұраған кәмпитімен керегін бере беретін болсақ, ол балаға басқа тілді үйренуге мотивация жоқ, стимул жоқ. Солай ғой? Тілді үйрену өте қиын процесс. Ал біз ата-анасы ретінде соның өз тілінен алыстап кетпеуін қалайтын болсақ, жарайды, басқа тілді қабылдап жатыр. Бірақ та бізбен қарым-қатынасқа түскен кезде біз өз тілімізді қолдануды принцип ретінде, ұстаным ретінде қабылдайтын болсақ, ол бала қайда барады? Айланып келіп, саған сол тілде жүгінеді. Сен түсінбесең басқа тілді, қазақ тілін үйренуге мәжбүр болады. Осы нәрсені қарапайым дүниені қолға алайық. Түсінікті, енді қазіргі таңдағы қазақ тілін білмейтін контингенттің жағдайы қиындау екенін білеміз. Себебі іштей үй алып жүр, үйрену қиын. Ол біз Алматы, оңтүстік өңірлер, батыс кішкене жағдай жақсы. Ал енді Павлодар, солтүстік жақ, Павлодар, Петропавл, Қостанай, о жақта енді өте қиын. Рас. Бірақ бір жақсы жағы, қалай болған білмеймін, әйтеуір біздің шоу-бизнес па, кинематограф па, соңғы 5-6 жылда қазақ тіліне деген бір бетбұрыс бар сияқты. Бар, әрине бар. Үлкен бетбұрыс. Енді 30 жылда мемлекеттің жасай алмаған дүниесін қазір Димаштар, Скриптонит, жаңағы шудың бойында, сосын Қызыл өрік деген мысалы қазір желіде өте популярны болып жүр ғой. 50 миллион, 100 миллион қаралым, оның ішінде енді қарайсың ғой, комменттің бәрі көбісі Ресейден, Белоруссиядан, Украинадан, какой шикарный язык, почему я не родился казахом деп жазып тұр. Соған былайша айтқанда тілге бір бетбұрыс бар. Құдайға шүкір. Енді не істейміз? Ақындық мода қалыптасып келе жатыр қазақ тіліне. Баяғыда енді бір 80-90 жылдары бір ұяттау сияқты болатын қазақша сөйлеуге. Енді біз ғана емес, атын айтпай қойық, ақыл жазушыларымыздың, үлкен зиялы қауым өкілдеріміздің балалары мысалы мүлдем қазақша білмейді. Олар таңдаған түрде, орысша айтқанда осознанно бала шағасын солай қалыптастырды ғой. Себебі олардың біздің болашақта тәуелсіз, жеке, дербес, егеменді ел боламыз дегенге сенімдер болған жоқ. Себебі рух сынып қалған болатын осында. Сол жүйенің ішінде адам болып қалыптасу үшін сол қадамға барған рас, енді оны жоққа шығара алмаймыз. Жақсы, бұл енді айта берсек, бұл әңгімені жауыр қылып жіберуіміз де мүмкін. Басқа тақырыптарды шолып өтсек дұрыс болады деп ойлаймын. Қазіргі таңда қанша жылдан бері елімізде қалыптасқан болашақ бағдарламасы бар. Болашақ бағдарламасы қазақ елінің жастарына әлемдік деңгейде лайықты білім алуға мүмкіндік беретін теңдессіз жоба. Ол тек қана біздің елде емес, басқа да мемлекеттерде бар. Сингапур өздерінің жастарын, Малайзия өздерінің жастарын шетелге шығарып, батыстық заманауи білімді алуға көмегін беріп, ықпалын тигізіп, сол арқылы өзінің еліндегі адами капиталды қалыптастыруға көмектескен. Біздің еліміздегі бар болашақ бағдарламасының алғашқы жеңімпаздарының бірі өзіңсің, Данияр. Өзіңнің болашақ бағдарламасымен сонау Австралияға бар. Кенгурулардың ортасында жүріп деп қалсындақ қойын. Қаржы бағытында білім алғаның белгілі. Енді бұл көп адамға қызық. Қазірдің өзінде болашаққа барғысы келетін адамдар көп. Сол кездегі болашақ қандай? Қазіргі болашақ қандай? Жалпы болашақтың өзіңнің өмірінде қандай рөл ойнағаны туралы айтып берсең.
Жалпы мынау болашақ бағдарламасы 93 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы мынау егемен Қазақстанның ең бір енді бұрынғы республикамыздың басшылығының ең бір мықты стратегиялық шешімдердің жобаларының бірі деп есептеймін. Қазіргі күнге дейін шамамен 20 мыңға жуық қарапайым қазақтың баласы сол бағдарламаның арқасында, болашақ бағдарламасының арқасында шетелден білім алып, қазір республикамыздың әр саласында жұмыс істеп келе жатыр. Ол үлкен стратегиялық маңызы бар жоба. Енді кез келген істі тырнай берсең кемшіліктері табыла береді. Онсыз болмайды. Бірақ енді басым көпшілігі 95%-нан көбі сол енді шетелде қалып қалғандар бар, оқи алмай қалғандар бар. Бірақ басым көпшілігі сәтті аяқтап сол еліміздің көркеюіне, экономикамыздың өсуіне ықпал етіп жатыр. Дәке, кешірім сұраймын, сөзіңді бөлгеніме. Сен қалай бардың болашаққа? Мен нархоздан кейін сол өзім арманым болатын шетелге бару. Ең негізгі жалпы оқу емес, шетел көру болатын. Шетел көру? Иә. Бірінші мотивация шетел көру болды. Шетел көру болатын. Енді ол кезде мүмкіндік жоқ. Жалғыз мүмкіндік осы болашақ бағдарламасы. Сол 3-ші курста оқып жүргенде, 4-ші курста оқып жүргенде емтихан болды, содан өттім. Ең бір қызығы, мен басында неге ақш-қа дайындалып жүретін. Сосын тура емтиханға жаңағы бір 3-4 аптадай қалған кезде Австралия деген шықты. Бірінші рет. Ол кезде 5-ақ мемлекет болатын. ақш, Ұлыбритания, Франция, Германия, Канада. Соған ғана жіберіп жүретін. Ең бірінші австралиец мен болып барғам негізі. Ең бірінші Австралияға барған болашақ бағдарламасының қазақ Данияр Молдахмет. Ол керемет. Сол 2001 жылы соны бекітті. Сол мен өзім екі ойлы болатын. Қайда барсам екен. Енді шын айтқанда анау мен нархозда оқимын ғой ол кезде. Біздің ана сол болашаққа тапсырамыз деп жүрген группаластарымның көбі Акселс деген бағдарламамен 3-ші курста ақшта бір жыл оқып келген. Яғни ол жерде шансым онша жоғары болмады. Ол кезде енді ағылшын жанында онша емес. Олар енді қанша бір 10-15 бала ағылшыншалары мықты. Енді бір жыл оқып келгеннен кейін жақсы сөйлейді, конечно. Бір жағынан сол болды, соны екі ойлы болып, әлі есімде коридорда тұрып, тиын лақтырдым. ақш па, Австралия ма? Сол 3 ретте де Австралия болып түсті. Сол Австралияға бел болдым. Ол кезде тиынның көмегімен ба? Тиынның көмегімен. Сосын ана TOEFL деген емтихан болды. Мен негізі соған дайындалып жүргем. Енді Австралияға IELTS керек екен. Срочно IELTS-қа қайтадан жаңағы былайша айтқанда переквалификация жасап, экспресс курс алып, содан өтіп 6,5 ол қымбат қой ол кезде. Жоқ, тегін болатын. Тегін болды. Тегін болатын. British Council деген рахмет, ол кезде үлкен көмек берді. Сол бірнеше рет андай пробный тест тапсырдым. Сонда, в общем, емтиханнан қысқасы сол 6,5 алып, 6,5 бардым. Ең минимальный балл, соны алдым да, сонымен кеттім. How was it? How was it? It was wonderful. Австралия енді әр күнге дейін содан бері бара алмай жүрмін. Hawaii. Енді Hawaii, that's right. Good day, mate. Енді әлемнің ең бір мықты күшті мемлекеттердің бірі, тұруға өте ыңғайлы. Мен де биыл болып келдім Австралияға. Өмірімде алғаш рет. Австралия деген енді өте керемет, ғажап мемлекет екеніне келсем. Сырттан әңгімені тыңдап, қандай бақытжан деп қызық отыр. Климаты да, жаңағы өзімен өзі анау аралда ешқандай көршісі жоқ, өзімен өзі көп ұлтты, жаңағы керек дискриминация жоқ, технология дамыған, өте жайлы мемлекет болатын. Сол білім беру саласында қазіргі таңда ең алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі. Сол бір жыл Master of Applied Finance, яғни қолданбалы қаржы
магистра деген бағдарламамен оқып сол несін магистрлік дәрежесін алып қайтқан жағдайым бар. Бірақ енді бір жыл ма 2 жыл ма? бір жыл. Сонда оқу 1-ақ жыл болды, бір иә? жыл, иә. Сол 1 жыл қазіргі Данияр Молдахметтің азамат ретінде, кәсіпкер ретінде, қоғамдағы белсенді азамат ретінде, табысты кәсіпкер ретінде қалыптасуына қандай әсер берді? Сол екі нәрсесіз қазіргі өмірімде елестете алмаймын. Иә. Екінші мектебі интернатсыз, Біріншісі. екіншісі сол Австралиясыз. Ауси. Аузи. Иә, өйткені одан алған жалпы өмірлік тәжірибем әлі күнге дейін маған қызмет етіп келе жатыр. Енді білім біразы ұмытылды, біразы керек емес болып қалды. Енді одан бері қанша технология өзгерді, мынау. Сосын өзімде енді таза мынау қаржы саласына онша бір қызығушылығымда енді ақшаны босқа құртқан жоқсың? Жоқ, босқа емес, енді босқа құртқан жоқпын енді, кәсіпкерлікпен біраз салықтың бәрімен жаптық қой ол ақшаны. Бірақ ең негізгі алған қазынам сол халықаралық тәжірибе. Сосын өздігінен барып сол жақта тұрғаның, әртүрлі мемлекеттерден жиналған балалармен араласуың, әлі күнге дейін араласып келе жатырмыз кейбіреулерімен. Жалпы ағылшын тілі, басқа да көптеген бойыма керемет бір нәрселерді берген, құндылықтарды берген сапар болды сол. Сондықтан жалпы қазір енді жұрттар сұрайды ғой енді сол баламды жіберсем бе екен, жібермесем бе екен. Болашаққа ма, Австралияға ма? Жалпы Австралия емес, жалпы шетелге оқуға. Одан кейін болашақ бағдарламасы біз барғанда айтпақшы 50 адам ғана жіберетін. Жылына 50, 40, 60 ары кетсе бала түсетін. Біздің қазір қалай болып жатыр? Сосын үлкен бір реформадан кейін 2004 жылдан бастап мыңдап жібере бастады. Оған дейін уже Ресейді де ашты, Ресей, Қытай, Чехия, Малайзия, неше түрлі жаңа мемлекеттер қосылды. Оларда біраз енді 2000 жылдағы таман олардың да білім беру жүйелері дамып мықты болып кетті. Содан бастап мыңдап жібере бастады. Жақсы, Дәке, керемет ситуация. Менің ойымша мынандай сұрақ қойым керек сияқты. Себебі болашақ бағдарламасының алғашқы жеңімпаздары шетелге барып мемлекет қаржысынан оқып келген азамат ретінде. Жалпы болашақ бағдарламасының өзінің діттеген мақсаттарын орындап жатқанына енді айтпай-ақ түсінікті. Қаншама азамат заманауи лайықты білім алды. Ал қанша пайыз сол болашақты ұтып алған азаматтар біздің мемлекеттің күткен нәтижесін көрсете алмады деп ойлайсың? Баға беруге бола ма, или қиын ба? Қиын, бірақ жалпы алғанда енді оң әсері өте көп. Әртүрлі енді жаңа айтып отырмын ғой, 20 мыңдай бала бітіріп шықты. Әртүрлі жеке бизнес бар, мемлекеттік қызмет бар, әртүрлі түрлі компанияларда жұмыс істеп келе жатыр. Олардың жалпы енді елімізге әсері өте үлкен, бірақ арасында нақты өзінің білімін қолдана алмай жүрген адамдар да бар ма? Бар. Мысалы, оның біреуін танимын, Нұрбол деген жігіт, мысалы, анау ақш-та оқып, генный инженерия, биотехнология деген мамандықтар бойынша білім алып келді. Енді келсе, қайды 2000 жылдардың басында. Сол білімін қолданатын мүмкіндік болмай, анда-мында жүрді, әйтеуір бір ауыл шаруашылық министрлігінде біраз жылдар жасады, сосын ары қарай бір шетелдік компанияда жұмыс істеп жүрген. Енді мен соңғы осыдан бір 10 жыл. Сол алып келген заманауи білімді қолданатын бізде мүмкіндік жоқ. Бізде мен қаржы маманы болып келдім ғой. Ол кезде бізде мысалы қор нарығы дамымаған. Жалпы енді
дамушы мемлекет болғаннан кейін бүкіл ана экономиканың заңдылықтары сол жақта оқыған. Мен енді ана Американың жүйесімен, Ұлыбританияның жүйесімен оқыдым ғой. Иә. Жаңағы 100% жаңағы openness, compliance, анау-мынаумен. Бізде ондай жоқ болғаннан кейін мен де біраз білімді Қазақстанда қолдана алмадым. Абырой болғанда енді келесіп ана Қазақ Телеком ұлттық компаниямызға жұмысқа келіп, сол қаржылық департаментте жалпы алғанда 5 жылдай жұмыс істедім. Барынша енді сол алған білімді қолдануға тырыстым, бірақ ана қор нарығы, бағалы қағаздар, облигациялар ол кезде жаңағы өте бір дамушы кезінде болғаннан кейін оны қолдана алмадым. Нәресте деңгейде де болды ғой. Данияр, мына жерде мынандай сұрақ қойғым келеді. Енді жаңағы болашақ бағдарламасының дәмін татып, білімін алып келген, бірнеше тілде нақты сөйлей алатын азаматтың Қазақ Телекомда жұмыс істегенін білеміз. Одан кейін Иранда да елшілікте жұмыс істегенін де білеміз. Елшілік емес, халықаралық ұйым. Ұйымда. Жақсы. Енді жаңа мен айтып отырған 7 тілдің ішінде парсы тілі де бар. Қазақша, орысша, ағылшынша, қытайшаны қоспағанда парсы тілінде сөйлей алатын азамат қасымда отыр. Сондай жұмыстарда жүріп барып, бірақ та Данияр Молдахмет жеке кәсіпті ашып, бизнеспен айналысам деген шешімге келді. Солай ғой, күндердің бір күнде. Қателеспесем, 2009 жылдың қараша айында Fitness Bliss бренді дүниеге келді. Неге бизнес? Неге бизнеске келдің? Сол енді Fitness Bliss деген мен енді ұзақ жылдар бойы өз-өзімді іздеуімнің нәтижесінде туған дүние. Өйткені енді оған дейін жеке бизнесті көрдім, ұлттық компанияны көрдім, халықаралық ұйымды көрдім. Әр қайсысы енді өмірімде үлкен бір із қалдырса да, онымен біреумен ары қарай өмірімді байластыруға дайын болмадым. Ұштастыру қиын болды ма? Енді жұмысыңның нәтижесін көрмейсің. Ұлттық компания деген әйтеуір бір қағаз кетеді, бір қағаз келеді. Нақты жұмыс. Ал сол кезде қазіргідей Бағдат Мусин Қазақ Телекомды басқарып тұрса қызығырақ бола ма еді? Білмеймін ғой. Бірақ енді ол үлкен ұлттық компания, ол жақта жұмысын көрінбейді. Сосын жалпы енді осыған дейін ол кезде жасым 30-ға таяп қалды. 30-да орда бұзып алған, 40-та қамал алмайды дегенде ой басында жүр. Соны енді былай ар ойланып, бер ойланып, Тұрсынбек айтқандай бірдеңе істеу керек еді деп, сол жеке бизнеске, яғни кәсіпкерлікке кетуді жөн көрдім, бірақ енді ол бір мезетте болған жоқ. Сол ақырындап сол Forbes деген журналды оқи бастадым. 2008 жылы ең бірінші тамыз айында ең бірінші номерін алған. Бұл кезде Қазақстанның Forbes жоқ, қана Ресейдің Forbes. Ой, қатты ұнап қалды маған сол журналшы. Білесің ғой, қағазының өзі, иісінің өзі қандай керемет, сосын ішіндегі жеткен жігіттер. Иә, солардың жаңағы өмір баяндары, сосын жарнамасының өзі, ішінде прокладка, жаңағы тіс пастасын жарнамаламайды ғой, өңкей жаңағы яхта, самолет, қымбат сағаттар, машиналар. Еріксіз сол бизнесмен болып кеткім келеді сол журналдан. Соны айына бір рет сатып алып жүрем. Соның сол Forbes журналының 2009 жылғы ақпан айындағы басылымынан Snap Fitness деген Американың фитнес-клубтар желісінің негізін қалаушысы туралы бір мақалаға көзім түсті. Оның алдында енді немен айналысу керек екенін іздеп жүрген кезімде, деп ең бірінші сол түрткі берген сол мақала болды. Оны енді сағаттап айтуға болады. Сол қысқасы
жаңағы сол сәуір айына таман неден ол кезде ана Алибаба деген Джек Маның Алибабасы енді шыққан кезі, ол да үлкен көмек болды. Сол бойынша жаңағы тренажер шығаратын 1-2 завод таптым. Соны шілде айында барып Қытайға, ол кезде тіл білмеймін, ағылшынша жүрмейді екен мүлдем ол жерде. 2009-дан бастап Қытай тілін үйрене бастадыңыз сонда? Жоқ, мен 2013-тен бастап үйрендім, өйткені жиі барып жүргеннен кейін уже өте жаңағы тілден өте қатты қиналғаннан кейін үйрене бастадым. Мұқтаждық болды үйренуге. Мұқтаждық. Сосын жаңағы 2009 жылы сол шілде айында Қытайдың анау қиыр шығысындағы Владивостоктың жанындағы Далян деген қаласынан ең бірінші біздің құрал жабдығымызды шығаратын заводты есімен танысып, әлі күнге дейін араласып келе жатырмыз. Сонымен әйтеуір не керек, сол жылдың қарашасында біздің мынау Алматы қаласында, мына Шевченко Радостовцы көшелерінің қиылысында 288 шаршы метрлік кішкентай ғана фитнес-клубымыз ашылған. Мынау құрылыс материалдарын сататын базарда ғой, Сауран. Сауран емес. Саламат базарында жаңадан салынған бизнес орталығы болсын, соның подвалынан бірінші фитнес-клубымыз ашылды. Өте үлкен стресс болды енді. Неге? Енді қиын болды ма? Енді үйдің ішінде түсініксіздік. Иә. Балам, шешем сұрайды, балам қайда барасың? Фитнес-клуб, ойбай, не ол фитнес-клуб деген, Қазақ Телекомнан неге кетесің, елдің қолы жетпей жүрген дүние. Мен как раз сол департамент директоры болып тағайындалуын алдында қызметтен подводить етпейін деп бірін айттым, кетем деп, сонда кеттім. Әйтпесе жаңағы шын мәнінде де енді жалақы мықты. Қанша болды? Қанша болды? Енді ол кезде $2,5 мың болатын. Сол кездегі? Иә. 2009-да? 2009-да. Сосын шетелдік командировкалар, жылына 1-2 рет алыс шетелге барып келесің. Мүмкін қазір Қазақ Телекомды Бағдат Мусин емес, Данияр Молдахмет басқарып отыр. Енді оны бір Құдай біледі. Сөйтіп содан басталды фитнес деген. Енді оның енді әңгімесі көп. Әңгімесі көп. Оған бөлек қайтып келеміз негізінде осы сұраққа. Бірақ енді менің білетінім 2009-да алғаш қадам жасаған фитнес блиц Алматы қаласында ғана емес, Қазақстанның басқа қалаларында да бірнеше өзінің клубтар желісін ашты. 10 жылдай динамика даму бойынша мықты болды. 2020-да, 2019-ның аяғында бізге COVID-19 келді. Әрбір кәсіпкердің осы пандемияны, кризисті, дағдарысты қалай қабылдағаны, одан қалай шыққаны, жалпы тек қана ковидтің дағдарыс ретінде қалыптасу емес, сол дағдарыстан тағы да өніп шыққан басқа да дағдарыстар болды ма? Қалай өттік сол дағдарысты? Ол шын мәнінде енді бізге өте үлкен соққы болды. Ковид ба? Ковид. Пандемияға дейін фитнес-клубтар желісінде 15 клуб болатын, 4 қалада. Алматы, Астана, сосын Шымкент пен Таразда бір франчайзи ашылған болатын. Енді сол ковид, сол бұрынғы фитнес блиц пен қазіргі фитнес блицтің арасындағы үлкен бір жаңа өзгеріс табалдырық болды. Трэш болды. Сосын енді үлкен бір дағдарыс болды. 2 сезонда былайша айтқанда фитнес саласының нағыз ақша табатын кезі көктем ғой. 2 көктем, 20-шы жылдың көктем, 21-шы жылдың ол да дұрыс болған жоқ. Қайта локдаун болып, жабылып, ашылып, ол үстінде халықтың үрейі көп ол кезде. Оның жаңағы содан шыққан шығындарды бүкіл убыттықты осы жақында ғана жауып бітірдім. Сол негізі сол 20-шы жылдың аяғына таман, оның алдында жаңағы
кіммен алдындағы инвесторлармен ажырасып жаңағы бөлініп кеттік. Соны шын айтқанда енді Алматыдағы екі-ақ ескі клубпен қалдым. Қай жылы? 20-ші жылдың аяғында. 20-ның аяғында. Қарыз деген жетеді. Өйткені енді помещениенің бәрі жалдамалы. Иә. Олардың басым көпшілігі арендасын қиған жоқ. Сонымен өте үлкен бір стресс болды енді. Сонымен мен ол кезде енді осы кәсіпті қоям деген бір ойым болды. Құрсын осы деп па? Иә, құрсын енді 10 жылдан сен баяғыда 10 жылдықта сен болдың ғой тойлағанда. Сол кезде айтқаның бар ғой жаңағы 10 жылдық межеден бүкіл компаниялардың 15% ғана асады деп. Соны енді 10 жылдықтан астық. Енді 5-6 жылдай нарықтың көшбасшысы болдық. Клубтың саны жағынан да, жалпы қызмет көрсету сапасы жағынан да. Сонымен осымен болған шығар деп жүргенімде әйтеуір бір Алла тағаланың әмірімен бе, әйтеуір бір сиқырлы бір құбылыстың арқасында 14 айдың ішінде, яғни 20-ші жылдың қазанынан бастап 21-ның желтоқсанына дейін 9 жаңа клуб ашылды. Жаңа форматпен. Ғажап. Әйтеуір жан жақтан франчайзилер келіп, Алматыда инвесторлар келіп, яғни сұраныс бар ғой. Сұраныс бар ғой енді. Бірақ енді именно сол жағдайда мен алып шыққан сол. Соны бір Алла тағаланың бір белгісі деп таныдым. Осы уақытта жүру керек дейді, иә? Өзі бір ісің өнбей жатса, ол деген екі мағынаны білдіруі мүмкін да, екі нәрсені. Болмаса ол сенің жолың емес, бітті, осыдан тоқта деген сөз. Болмаса бір сынақ сияқты. Осы сыннан өтсең, арғай бір жақсылыққа кенелуің мүмкін деген сияқты. Яғни бұл бір тылсым күш қой. Тылсым күш сияқты болып қабылдадым мен. Сондықтан сол арғарай жалғастырдық. Бүкіл жаңағы бизнес процессімізді қайта қарастырып, бүкіл ребрендинг, кішігірім ребрендинг жасап, бүкіл переформатировать етіп, алдыңғы енді фитнес біз бұрын эконом класста жұмыс істейтінбіз. Қазір енді толығымен бизнес классқа ауыстық. Иә, енді премиум болмаса да, сол бірақ экономда емес. Сол түгелімен жаңағы бүкіл форматын ауыстырып, қазір енді мысалы 1000 квадрат шаршы метрден кем клубтарымыз жоқ. Мысалы, таңда қазір Шымкентте 1700 квадраттық клубымыз ашылып жатыр. Қарағандыда биыл ашылды жаңа форматта. Сонымен ақырындап сол келе жатырмыз. Сол осы 4 жылдың ішінде енді қыруар өзгеріс жасап, бүкіл бизнес процесстерімізді қайтып қарастырып. Жаңа енді естіп отырмын франшизи деген дүниені, иә? Салауатты өмір салты әрқашанда сұраныста екеніне ешкім шүбә келтірмейді. Салауатты өмір салты бағытындағы бизнесті қоғамның әр мүшесі сырттан дұрыс қабылдап, қолдайтыны, өзін қинап фитнес-клубқа бармаса да, мынау дұрыс дүние деп қабылдайтынында ешқандай күмән жоқ, солай ғой. Ал енді осы бағытта бизнес ашқысы келетін, оның қалай жүретіндігін білмейтін көп азаматтар бар. Дұрыс па? Жаңа менің түсінгенім, осындай фитнес, салауатты өмір салты бағытында бизнес ашқысы келетін азаматтарға фитнес Блицтің де ұсынатын өнімі бар сияқты. Франчайзинг. Бұл енді жарнаманың бағыты емес, бірақ та қысқа ғана. Фитнес клуб ашқың келсе, фитнес Блицтің қадамын қолданып, франшиза алу үшін қандай талаптар керек? Қысқа ғана. Қысқа айтып өтейін. Иә. Жалпы фитнес нарығы деген өсіп келе жатыр, біріншіден. Жақсы. Алдағы 10 жылда өзімнің сарабым бойынша 2 еселену керек. Оның өсімнің 2 факторы бар. Бірісі халық саны өсіп келе жатыр. Құдайға шүкір, міне 2003 жылдан бастап бейби бум болып келе жатыр ғой. Ақбереннің 30 миллионымыз деген сенесің? Оған енді сеніңкіремеймін, бірақ енді үлкен жаңағы үрдіс бар. Сондай әйтеуір Құдайға шүкір, енді Алла тағала соны көп қылмаса екен деп жүрміз. Сол алғашқы бейби бумерлер
ақырындап үлкен өмірге Аяқ басты. қосылып келе жатыр. Ол бірінші фактор. Екінші фактор жалпы пандемиядан кейін жалпы қоғамның мынау денсаулыққа деген, салауатты өмір салтына деген, дене шынықтыруға деген ұмтылысы көбейді. Сондықтан сол алдағы 10 жылда нарық екі еселенеді. Енді не істеу керек? Бізге жағдайын айтып, біздің елімізге қосылу керек. Себебі қазір мысалы байығы 10-15 жыл бұрынмен салыстырғанда қазір өздігінен фитнес-клубты ашу өте қиын. Өйткені 100 клуб болса да, 100 клубы бар желі болса да, бір клуб болса да, оны жаңағы бизнес функционал бірдей. Бір клуб болса да, сайтын жасау керексің, SMM болу керек, сапаны бақылау керек, қаржы керек, техникалық маман керек. Оны бір клубқа салып арқалай берсең, тиімділігі төмендейді. Сондықтан қашан қазір франшиза деген көбейіп келе жатыр. Неге? Өйткені франшиза деген бизнесті әлде қайта жеңілдетеді. Не болмаса сен өз күшіңмен бүкіл қателіктерден өтесің. Денсаулығың, нервің кетеді, ақшаң кетеді, тағы басқа. Болмаса келе жатқан пойызға қосылып жүре берсең болады. Біздің талаптарымыз өте жеңіл, классикалық, сол франшиза. Қазіргі жағдайда фитнес-клубты ашу шамамен 80 миллион мен 200 миллион теңгенің арасында. Енді мен осыған дейін 30 фитнес-клуб аштым. Екеуі ғана убыточный болды. 28-і жабылып қалды. Тағы екеуі пайдасы азырақ болып жабылып, түгел ақшасы инвесторларға қайтарылды. Қалған 26-сы дұрыс жұмыс істеп, табысты пайдалы болды. Орташа ақталу мерзімі 2,5 жыл. Керемет. Енді бұл кейбір азаматтарға қызықты болады деп ойлаймын. Менің өзімнің сырттан байқап жүргенім фитнес блицтің бір ерекшелігі, Данияр өзің айтып жүрген fit wake up. Яғни адамдарды ояту тек қана физиологиялық тұрғыда емес, рухани бағытта. Осы fit wake up-тың не екендігін бөліссек, осы фитнес блицтің қандай бизнес екендігін түсіндіріп нүкте қоятын сәті ме деп ойлаймын. Дұрыс. Енді Fit Wake Up қазақшасы Fit Оян, ол біздің фитнес желісінің философиялық ілімі десек те болады. Ол енді бір күнде келе қалған жоқ. 10 жылда пісіп, жетіліп, толған, өзім шығарған, былайша айтқанда енді мақтанып отыр демесін, авторлық бағдарлама. Мақтану керек. Неге? Өйткені ол тек қана тән емес, тән арқылы ояту ғой. Бірақ ол адамның жан-жақты дамуын қамтамасыз ететін 10 апталық бағдарлама. Тек қана тән емес, сонымен қатар ақыл ой және рухани рух күшін бірге алып жүретін сондай бір бағдарлама. 10 апта. 10 апта, оның ішінде арықтау да бар, фигураны жақсарту бар. Фигураны жақсарту ең бастысы, денсаулық деген. Қанша тұрады? Қанша тұрады? Енді мәні өте терең, екі ауыз сөзбен айту өте қиын, бірақ мен оны осы Fit Оян бағдарламасын 2019 жылы офлайн бір жүргізіп өттім, 15 адамға. Ешқандай бағдарламамызда тиым салу деген жоқ, болмайды, анау болмайды. Ешқандай қиындықсыз, адамды қинаусыз үлкен бір жетістікке алып келетін дүние. Ол сынақтан 2-3 рет өткен. Ең бірінші сол 2019 жылы сол 10 апта қазан айынан желтоқсанға дейін 10 адамды шығардым. Бәрі 15 адам. Бәрі дұрыс арықтап, ешқандай шектеусіз. Содан кейін енді 5 жыл өтті ғой. Ары қарай өмірлерін қарасам, біреуі мысалы мемлекеттік қызметтен кетіп, бізге бірнеше клубқа инвестор болып, қазір басқа да неше бизнестің несін бағыттарын алып жүр. Қалғандары да бәрінде үлкен карьералық өсім бар, денсаулықтарынан
жағы вопрос жоқ. Сосын жағы жалпы жан-жақты даму үстінде. Керемет. Сондай бір енді бағдарлама, екі ауыз сөзбен айту қиын, бірақ біздің бизнесіміздің былайша айтқанда идеологиялық негізі. Енді кор болып тұр ғой сол қазіргі таңдағы фитнес блицтің миссиясын қалыптастыратын сол фит оян немесе фит wake up. Солай болып тұр ғой, иә? Фит wake up'ты өту үшін 10 апта керек дедік. 10 апта. 10 апта енді оңай дүние емес, бірақ та өзінің өмірін күрт өзгертем деген адам үшін таптырмас құрал. Ал 10 уақыт аптадан басқа қанша ақшаға ол адам оны сатып алу керек? Ол бағдарламаны қазір дайындап бітіріп жатырмыз. Бағасы әлі нақты белгісіз. Оның әртүрлі форматтары бар. Онлайн форматы, офлайн, біздің залдарда жаттығу жасайма, бапкермен жасайма, әртүрлі түрлері бар. Бірақ шамамен енді сол шамамен бір 200 мың мен 500 мыңның арасындағы 10 аптаның ішінде. 100%, енді оның бір ерекшелігі 100% гарантия беріледі. Егер де бағдарламаны толық өтіп, мынау маған ұнамады, ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмадым деген кісі болса, ақшасын түгел қайтарып береміз. Керемет, қызық. Сондай бір. Жалпы қазіргі таңда Қазақстанда қалыптасқан салауатты өмір салтындағы бизнестердің, брендтердің әлемдік деңгейімен салыстырған кезде біздің Қазақстандағы осы бағыттағы бизнестер әлем деңгейдегі нәтижесі бар ма? Еш кемшілік жоқ. Яғни мен Австралияға барсам да, Америкаға барсам да, Индияға барсам да алатын қызметім осы бағыттағы фитнес залдарға барсам, біздің Қазақстанның залдары олардан кем түспейді. Кем түспейді. Жалпы залды ғана емес, жалпы біздің ресторан бизнесін алатын болсақ, қонақ үйлер қазір енді соңғы бір 10 жылдың ішінде өте үлкен дамудың үстінде ғой. Бәрі шетелде жүр. Көбісі шетелде оқыған. Соның бәрін алып келіп, мына жақта әртүрлі жасап жатқан бизнеске қолданып жүреді. Сондықтан біздің қазіргі мынау әсіресе жастардың жасап жатқан бизнестері өте керемет. Біздің кофейняларымыз, ресторандарымыз, мысалы, еш кем түспей, сен де қыдырып жүрсің ғой, жан-жақта білесің. Сондықтан өзімде мысалы баяғыда қорқып жүретін жағы бәсекелестіктен. Осы Америка деген мықты шығар. Америкада сонау ЮАРдың өзінде Ричард Брэнсонның клубында көрдім, мысалы, Германияда, Австралияда да ешқандай бір ауыз толтырып айтатын артықшылығы жоқ. Енді тек қана масштабы болмаса, Америкада енді фитнес-клубтар үлкендері бар. 50 дорожка тұрған үлкен адам санына байланысты 10 мың шаршы метр клубтар. Ал былай енді негізін алып қарасаң, аса бір айырмашылығы жоқ. Біздің бизнесіміз тек қана фитнес-бизнесті айтып тұрған жоқ. Енді таза фитнес-клубтарды айтатын болсақ, қазір үлкен даму үстінде. Біздің фитнес-бизнеспен қатар қазір Invictus деген бар, Banzai, Adrenaline деген бәрі сол өзіміздің қатарымыздағы жігіттер. Керемет, ешқандай бөлмеймін. Әркімнің өз несібесі өзіне. Сондықтан жалпы бәріміз сол бүкіл қоғамның салауатты болуына үлес қосып жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан керемет дәге, өзіңді енді бала күннен танығаннан кейін өзіңе деген құрметім шексіз. Мәселе бұл жерде бір бренд айтып, соны насихаттау емес. Менің жалпы еліміздің адами капиталының қалыптасуына әсерін беретін бағыттағы бизнестердің қалыптасып, олардың заманауи жаһандық деңгейдегі бәсекелестікке төтеп бере алатын деңгейі бар екен, өте қуанам. Осы салауатты өмірді қалыптастыру бағытындағы жасап жатқан жұмыстар жалғасын тапсын, нәтижелі болсын. Көбірек өңірлер, көбірек азаматтар, біздің адамдарымыз, ұл-қыздарымыз өздерін ертең барлық деңгейде бәсекелеске төтеп беру үшін өздерін
бірінші кезекте физикалық тұрғыда. Себебі FQ деген түсінік бар, IQ деген түсінік бар, EQ деген түсінік бар, physical quality, intellectual quality, emotional quality. Осының барлығы керек. Осы бағыттағы жұмыс жемісін тапсын. Бүгінгі негізгі әңгімеміз өзіндік әсерін берді деп ойлаймын. Оны осы бейненің астындағы комменттерден көреміз. Мен әлі талай көп әңгімелесеміз ғой. Бүгінгі бұл әңгіме қызық болатын болса, әрбір тақырыпты жеке ашып, бөлек тағата сөйлесуге болады деп ойлаймын. Шақырғаныңа рахмет. Жақсы. Осымен әңгімемізді ақырындап аяқтайық. Уақытта бір жерге таяп қалды. Даниярдың қалай жеті тіл үйренгенін білгілеріңіз келсе, Даниярдың да жеке парақшасын тауып, бұл азаматқа тікелей сұрақ қоюға болады деп ойлаймын. Солай ғой?